Сатып алушылар үшін тиімді зат сатып алу мерекесі, ал шағын және орта бизнес үшін сауда көлемінің өсуі. Күзгі Каспий жұманың қалай өткен туралы Нұртілеу Жылқышыбай айтып берсін. Әр Каспий жұма алдыңғысынан асып түседі. Бұл жолғы Каспий жұмада тағы да рекорд болды. 3 күн ішінде қазақстандықтар 2 миллионнан астам түрлі тауар сатып алды. Каспий жұма негізі біз үшін мейрам. Бәріміз көптен бері күткен мейрам болып саналады. Сондықтан көңіл күйіміз жақсы. Жұмысшылардың да, қызметкерлердің де көңіл күйі жақсы. Осы 3 күн аралығында барлығымыз жұмыста боламыз. Біздің қонақтарымызды қарсы алуға дайынбыз. Жылғы дәстүр бойынша Каспий жұмаға қатысудамыз. Клиенттер өте көп, толассыз келуде. Сауда көлемі расында да өсті. Каспий жұма бұл жағынан шынайы халықтық мерекеге айналды. Сол үшін Каспийге үлкен рахмет. Бұрын көптеген кәсіпкерлер тек өз қаласында сауда жасай алатын. Енді сатушылар буып түйілген тауарларды жақын жердегі тарату нүктесіне апарады. Ал Каспий оларды бүкіл ел аумағындағы сатып алушыларға жеткізеді. Каспий жұма кезінде біз үш есе көп заказ қабылдаймыз, біз бәрін үлгереміз. Бізге тапсырыстар көбінесе Астана, Шымкент, Ақтау қалаларына түседі. Каспий KZ-тегі интернет дүкен 2,5 миллион тауар ұсынады. Мұнда әрбір тұтынушы өзіне қажет нәрсені табады. Жиһаз бен автокөлік дөңгелектерінен бастап, косметика мен зергерлік бұйымдарға дейін бар. Біз жаңа үй алғанбыз. Сол жаңа үйге жаңа заттары, жаңа товарлар алып жатырмыз. Енді жаңа үй болған соң бәрі жаңадан болған дұрыс қой. Сол себептен біз енді кеше Каспий жұма кезінде алғашқы неден бастадық. Ол барып бытовой техникалар алдық, кухня керек, духовка сияқты, теледидар сияқты алдық. Екінші күні біз бүгін шкаф және де телевизордың астына қойып қоятын нәрселерді алдық. Каспий жұма арқылы морозильник алмақшы ойымыз бар. Сонымен бірге магазинді қарап жүріп, әйеліме блендер деген затты немістің шығарғанын подаркқа алып беруге дайын тұрмын. Рахмет. Әдеттегідей Каспий жұма арқылы сатып алған зат тегін жеткізіледі. Мы на Каспий жұма приобрели достаточно. Каспий жұма арқылы көптеген тұрмыстық техника сатып алдық. Қазір пәтерде жөндеу жүріп жатыр. Каспий жұма сәтті болды. Ас үйге қажеттінің бәрі сатып алынды. Содан бері тауарлар бірте-бірте келе бастады. Жігіттер жаңа пеш әкелді, бұған дейін тоңазытқыш қабылдап алдық. Енді кір жуғыш машинаны күтеміз. Бір уақытта көп ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Керемет. Барлығын бірден аласыз және оны аз-аздан төлейсіз. Курьерді күтпей сатып алған затты қолайлы уақытта алу үшін жақын маңдағы Каспий постаматқа жеткізуге тапсырыс беретін сатып алушылар көбейді. Каспий жұмадан осындай товар сатып алып едім. Мышқа өте жақсы екен, ыңғайлы. Кез келген уақытта келесің. Кез келген бос уақытында алып кетесің да товарында. Сонысы жақсы негізінде. Міне, Каспий KZ заманауи цифрлық технологиялары Қазақстандағы өмірді жақсартып, бизнестің табысты болуына ықпал етеді. Тұтынушылар риза, бизнес дамып, экономика өсуде. Енді алдағы жазда дәстүр бойынша өтетін Каспий KZ-тен келесі Каспий жұманы күтеміз. Нұртілеу Жылқышыбай, КТК.